Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, сіздермен бірге Тәтті Тізім каналы. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет дәмді, өте тез әрі жеңіл дайындалатын тағамның рецебімен бөлісетін боламын. Біз үшін ең бірінші керегі баклажан болады. Ең алдымен баклажанымызды жақсылап жуып тазалап аламыз және оның қабығынан аршып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайша майда бөліктерге кесіп аламыз және оны суға жарты сағатқа салып қоямыз, су сеуіп. Жарты сағаттан кейін осылайша астына қағаз төсеп, оны кептіріп аламыз. Осылайша баклажанымызды кептіріп аламыз. Енді таза ыдысымызды алып, оған 2 жұмыртқамызды саламыз және үстіне 2 қасық крахмал саламыз, кукурузный крахмал. Және оны жақсылап былғап, осылайша бір келкі етіп араластырып аламыз. Асықпаймыз, жақсылап араластырамыз. Және дайын болғаннан кейін осыған кесілген баклажандарымызды жақсылап батырып малып аламыз да. Ал енді видеода көріп тұрғандарыңыздай талқанымызға 2 жағын малып аламыз да, табада қызып тұрған майымызға 2 бетін жақсылап қызарттырып қуырып аламыз. Дәл видеода көріп тұрғаныңыздай. Қуырып болғаннан кейін осындай астына салфетка төсеп, үстіне азырақ қойып аламыз, майының бәрін тартып алу үшін. Осыменен тағамымыз да дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер және лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.